Теріскен кірпіктердің төкті жерінде орналасатын көз қабағының іріңді қабыну процесі. Бұл негізінен көздің төменгі және жоғарғы жағында кірпіктердің арасында пайда болады. Теріскен шығар бұрын көз қабағының айналасы қышып, қызарып, адамды біраз әуреге салады. Аузы пісіп жетілгенше, яғни жарылғанша көзді жағымсыз сұйықтыққа толтырады. Дер кезінде дәрігерге көрінбей асқынған кезде адамның басы ауырып, көзі тартып, дене қызуы көтеріліп, инфекцияға қарсы лимфа түйіндерін зақымдайды. Теріскеннің шығу себептері. Бірінші себеп негізінен ол көп жағдайда ағзамызға суық тигеннен шығады. Сонымен қоса бактериялық инфекциялар, яғни иммунитеттің әлсіреуінен де пайда болады. Теріскен ер жігіттерге қарағанда қыз-келіншектерге көбірек шығады. Оның себебі қыз-келіншектердің көз гигиенасын дұрыс сақтамауынан деп жатады. Мысалы, қыздар көздерін, яғни кірпіктерін тушпен бояған кезде, ол бояуды дұрыс өшірмейді және басқа біреудің косметикасын, бояуларын пайдаланған кезде көзге микробтардың түсу қаупі жоғары болады. Сонымен қатар көзді кір қолмен жиі уқалап немесе кір орамалмен шүберекпен сүрте салсаңыз, соның салдарынан көзіңізге бактериялар түсіп, қабақтың қабынуына келіп соқтырады. Теріскенді үй жағдайында емдеуге болады, бірақ дәрігермен кеңескен дұрыс. Теріскен шыққан көзіңіздің қабағына құрғақ әрі жұмсақ заттарды қыздырып таңу керек. Мысалы, тұзды табаға қыздырып, тығын матаға орайсыз. Одан соң оны теріскен шыққан жерге жылыдай басып қоясыз. Бірақ матаның тесігі болмау керек. Себебі тұз көзге тиіп кетсе, көзді ашытады. Теріскен енді шыға бастаған кезде көзіңізге таза сүлгіні сулап, ысытып басасыз. Немесе түймедақтан тұнба жасап, сүлгіні тұнбаға малып, ыстық күйінде басу керек. Ең бастысы теріскенді ешқашан қасуға, сығуға болмайды. Оны емдеудің қарапайым тәсілдері мен дәрігерге жүгініп ақылдасқаныңыз дұрыс.